Сәлем достар, біз бүгін Тарантиноның «Диалогтар тәңірі» екенін дәлелдейтін нақ осы кино үзіндідегі алма қосылған штрудель пісіреміз. Ол үшін ұн, су, сұйық май мен тұзды араластыру арқылы қарапайым қамыр дайындап, 15 минут демалуға қоямыз және сол аралықта тәтті салманың қамына кірісеміз. Салмаға мен апорт алмасын таңдадым, оның қабығын аршып, аса ұсақтамай тураймыз. Енді табаны қыздырып, кішкене май ертеміз де кепкен нан ұнтағын сәл қуырып, бөлек ыдысқа салып аламыз. Сол табаға қайта май қыздырып, бір кеседе қант ерітіп, оған туралған алманы салып, біраз бұқтырамыз. Қамырды оқтаумен жайып болған соң, қолмен созып, ар жағынан тақтайдағы сурет көрінердей өте жұқа етуге тырысыңыз. Енді алма, корица және нан ұнтағын араластырып, қамырдың үстіне жаямыз. Қамырды салмасымен орап болған соң, үстіне жұмыртқа жағып, 190 градусқа қыздырылған пешке 20 минутқа қоямыз. Афишасы 2 орфографиялық қатемен жазылған бұл фильм киносүйер қауым назарын бірден өзіне аударды. Кейін сюжет Екінші дүниежүзілік соғыстың альтернатив нұсқасы екенін білген олар кинотеатрға жеткенше асықты. Ал Ганс Ланда мен Шошанна Дрейфустың ресторандағы бұл кездесуі аңызға айналды. Себебі бикештің еврей екенін айдан анық білетін фашист әскері оған иудейлер жемейтін десерт алдырту арқылы ыммен білдіреді. Бас кейіпкерлердің өзара сөз алмасуының өзі бір төбе. Сондықтан орама дайын болған соң міндетті түрде шай ішіп отырып көріп шығыңыз. Крем дайындау үшін кемінде 33% қаймақ, сүзбе ірімшігі мен қант ұнтағы керек. Достар, бұл каналда әдеби шығармалар мен кинокартиналардан алынған рецептілер ұсынылатындықтан, олар өте оңай әрі тез дайындалады. Сондықтан тіркелу батырмасын басуға ұмытпаңыздар.